Сәлем достар, бүгін өте қызықты 3 тапсырмамен бөлісемін. 90 аяқталып қорытынды бағалар шықты. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы төмендеп жатыр. Солай ма? Оларды қалай қызықтырсам екен деген ой сізді мазалап жатыр ма? Онда мен сізге өте керемет тапсырмалар дайындадым. Мұнда оқушылардың өткен сабақты қайта еске түсіруіне ықпал жасаймыз, логикасын дамытуына және жылдамдығына байланысты тапсырмалар дайындадым. Ал онда бастайық. Бүгінгі сынып сағатының тақырыбы 1-90 қорытынды сабақ. 1-90 бойы сынып сағатында сіздерге ұсынған тақырыптарымыз менің отаным Қазақстан, білім, мақсат, ынтымақ, жауапкершілік, Қазақстан халқының тілдері, тазалық тақырыптар болды. Осы тақырыптарды түрлі материалдар мен өте қызықты, жеңіл, қызықты тапсырмалар беріп ашуға тырыстық. Бұл жерде оқушылармен өтілген сабақтарға байланысты сұрақтар қойып, қандай білімге ие болды, не түсінді, не үйренді, қай тақырыптар оларға түсініксіз болды, сол туралы әңгімелесуге болады. Яғни өтілген тақырыптарға тоқталып қайталайды. Ұсынатын алғашқы тапсырмамыз Kahoot деп аталады. Kahoot ол жылдамдыққа байланысты тапсырма. Оқушылар бұл жерде сұрақтарға жауап берумен қатар, оны жылдам орындауға тырысуы қажет. Дұрыс жауаптарға белгіленген балдар бойынша баға беріледі. Kahoot үшін 40 сұрақ дайындадым. Ол келесі беттерде, егер жауабын қаласаңыз, жекеме жазуыңызға болады. Бұл беттерде Kahoot-қа қолдануыңызға болатын сұрақтарды қалдырдым. Қаласаңыз Kahoot сайтына кіріп жазып қолдануыңызға болады. Қаласаңыз осы презентация күнде қолдануыңызға болады. Келесі тапсырма кроссворд. Бұл жерде нақты бір сабаққа, нақты бір тақырыпқа байланысты емес, бүкіл тақырыптар қамтылған. Қаласаңыз жекеңізге жауаптарын жібере аламын. Келесі тапсырма логика қайда деп аталады. Ойын ережесі суреттерде сөздер жасырынған, сол суреттерге қарап жасырынған сөздерді табу керек. Бұл жерде біраз логиканы іске қосуымыз қажет. Қаласаңыз жауабын жекеңізге жібере аламын. Бұл тапсырманы қаласаңыз оқушылардың өзін жекелей жарыстыруға болады, яғни топ бірінші
оқушы, топ екінші оқушы, топ үшінші орындағы оқушы деп немесе командаға бөліп те ойнатуға болады. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ деген сияқты. Сөйтіп жарыстырып, ең соңында оларды қалауыңызға байланысты марапаттауға болады. Сонымен бірінші тоқсанға байланысты қорытынды сабағымыз аяқталды. Барынша оқушыларға қызықты тапсырма ұсынуға тырыстық. Егер презентация ұнаса, төмендегі нөмерге хабарласуыңызға болады. Презентация ақылы. Тапсырмалар ұнаса, каналыма тіркеліңіз, лайк басып пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бірінші тоқсандық демалысты пайдалы әрі көңілді өткізуіңізге тілектеспін. Келесі сабақтарда жолыққанша аман сау болыңыз.